Құрметті оқырмандар, тыңдармандар, сіздер бүгін қазақ даласында болған ғажайып медицинамыз хақында құнды деректер білетін боласыздар. 1963-1969 жылдар Қазақ ғылым академиясының жанындағы археологиялық материалдарды зерттеген тарих институты жетісу экспедициясының бір бөлімшесі Жамбыл қаласының жанында біздің дәуірімізге дейінгі 1000 жылдықтың жартысында өмір сүрген ескі жұрттың қалдықтарын зерттеуден өткізгенде мынадай ғажайыпқа тап болған екен. Аталған жерден табылған 55-59 жастар шамасындағы қаңқаның бас сүйегінде тесік барлығы диаметрі 11 сантиметр болатын дөңгелек тесіктің жан-жағы сыртынан ішіне қарата ұқыпты қиылып алтын пластинкасымен жауып қойылғаны ғалымдарды таңқалдырған. Міне, осы бір аяқты келте кесу операциясы шынында да ғажап емес пе? Ендеше бұл қазақ халқының арнаулы, ыңғайлы хирургиялық құралдары болмаған кезден-ақ сонау көне дәуірдің өзінде осындай операция жасай білгендігін дәлелдейді. Ертеректегі ресейлік дәрігерлер мен емшілер қазақтардың оташылық қабілетіне таңқалған. Ен далада көшпенділер жасаған операциялар күрделілігі жағынан Еуропаның аса көрнекті хирургтарының тіпті осы заманғы медициналық жабдықтарды, ғылым мен техниканың ең соңғы жетістіктері мен әдістерін қолдана отырып жасаған операцияларынан ешбір кем түспеген. Мұндай операциялардан, мәселен, тіпті сол кездегі еуропалық медицина үшін аса күрделі деп саналатын нәрестені кесар тілігі арқылы алу операциясын атауға болады. Орыс ғалымдар мен дәрігерлері келтірген мәлімет бойынша, ескі дәуірдің өзінде қазақтар суықтан жараға айналған жерлерге малдың жаңадан алынған терісін, етін, құйрық майын, жұмыртқаның сарысын жағып емдеген. Оташылар жылан және өзге де улы жәндікте шаққан жерді сәл жоғарылау жерден байлап, шаққан жердің дәл үстінен тіліп, қанды ауызбен сорып, түкіріп тастайтын болған. Содан кейін сол шаққан жерге балғын ет, май, құйрық май, жылан мен қарақұрттың басынан дайындалған дәрілерді немесе тірі бақаны қойып байлайтын болған. 1966 жылы Қазақ ғылым академиясының археологиялық экспедициялық тарих институты Қарағанды облысының Ковск ауданындағы 87 қорғаннан тұратын Қараоба моласына зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Зерттеу барысында 55-ші қорғанның ішіндегі моладан адамның қаңқасы табылды. Бұл қаңқаның иесі тірісінде сол аяғын тізесінен жоғары келте кесу операциясын жасатқан адам болып шықты. Табылған адам сүйегінің келте кесу операциясын жасатуын ғылымда одан әрі зерттеуден өткізіп, рентген арқылы қарағанда, шипагерлер мынадай қорытынды жасаған. Адам аяғы тізесінен жоғары тірі кезінде кесілген. Кесілгеннен кейін де көп жүргеннің салдарынан жарасы бітеліп жазылып, жұмырланып біткен. Бұл қаңқаның иесі әйел болып шыққан, жасы шамамен 23 жас шамасында көрінеді. Қазақ даласынан табылған медициналық белгілер өте көп. Ақмола облысынан табылған Ботай мәдениеті жұртынан 70 мыңнан астам жылқының қаңқасы қазып алынған. Осыдан 6000 жыл бұрынғы Ботай қонысынан ине, біз, тескіш, қырғыш, қалақ, кескіш, пышақ, жер қазатын құралдың ұшы, аң аулайтын құрал қалып, садақтың оғы, ат ұсайтын тұсамыстың тиегі, ауыздықтың сулығы сынды заттар табылған. Ботай жұртынан табылған жәдігерлерге қарай отырып, оларда әр түрлі емшілік өнерлерінің дамығанын да айқын аңғарамыз. Ата-бабаларымыздың мал емдеу техникасын меңгеруі адам бойындағы ауруларды емдеуге негіз болғанын ескерсек, ботайлықтардың тесіп, түйреп мал емдеуге қолданылған қандауырға ұқсас құралдар пайдалануы талай сырды аңғартады. Орта ғасырларда Қазақстанда талай гүлденген қалалар пайда болды. Ертедегі жібек жолында Отырар, Тараз, Жаркент, Түркістан, Созақ және тағы басқа қазақ қалалары тұрды. Қазақстан қалаларының санитарлық тұрғыдан жоғары абаттандырылғандығы туралы археологиялық қазбалар дәлелдейді. Мысалы, Отырар мен Тараз қалаларында саздан жасалған су тасымалдайтын құбырлар жүйесі, моншалар, канализация, су ағарлары болған. Қазақ даласындағы ежелгі емшілік іздері сөз болғанда, тағы бір әдебиетке шолу жасай кетудің де артықтығы жоқ. Белгілі поляк революционері Янушкевичтің жазбаларынан Құнанбай Өскенбайұлы 1833 жылда шешек ауруына тап болғандығын біле аламыз. Сол кездерде Ырғызбай халық арасында жастайынан дала емшілігіне араласқан шипагер ретінде танымал еді. Деректер бойынша Ырғызбай емші халық медицинасын пайдалану арқылы Құнанбай қажыны ажалдан аман алып қалған екен. Деректерге сүйенсек, Ырғызбай Тәуіптің қоңыр аюдың өтін бауырмен қосып алып, мейіздей етіп кептіріп, марал, бұғы, киік мүйіздерінен жасаған дәрілерін реттеп, әбден қайнатып тазартқаны,
7 түрлі дәмнен тосап дайындап, оған аю өтінің тарыдайын 2-3 секеп, жиі ішкіздіріп, 40 күн емдегеннің арқасында осындай күрделі емдеу жолынан өткен Құнанбай ауруынан құлан таза жазылады. Мейлі археологиялық қазбалар, мейлі елдің іші сыртындағы аңыз бен ақиқат арасындағы ескі хикаялар болсын, қай-қайсысы болмасын, қазақ даласындағы ежелгі медицинамыздың іздерін іздеуге аз да болса мүмкіндіктер береді. Деректердің барлығы да осы топырақта тіршілік еткен халықтардың бағзы заманнан бері емдеу амалдары, медициналық білімдері болғанын жоққа шығармайды. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының басшысы, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының еңбектерінен берілген үзінділер. Біздің каналға тіркелсеңіз қазақ медицинасы хақында бұдан басқа да талай-талай ғажайып сырларға қанығасыздар. Ең бастысы, ауырмаңыздар. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеген жақсы. Ел аман, жұрт тыныш болсын, аяулы ағайын, құрметті тыңдармандар.